Сәлем достар, дертке шипа арнасына қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Аскөктің пайдасы жайлы ақпарат алатын боласыздар. Аскөктің пайдалы қасиеттері, аскөктің пайдалы құрамы, дизентерия, диарея, жұқпалы аурулар кезінде ұйқы бұзылғанда жақсы көмектеседі. Ол қан қысымын төмендетіп, жүйке жүйесін тыныштандыруға қабілетті. Бүгін сіздерге үй жағдайында аскөктен дәрі жасауға арналған рецепттермен ұсынамыз. Бұларды кез келген адам көп шығынданбай-ақ жасауға болады. Көздің өткірлігі төмендеп, көз тез шаршайтын болса, сізге аскөктің тұқымы көмектеседі. Ол үшін аскөктің тұқымынан компресс жасау қажет. Аскөктің тұқымын дәкеге салып, біраз уақыт жылы жерге қою керек. Содан соң оны көзге 20 минут қоямыз. 20 минуттан соң көзіңізде айтарлықтай жеңілдік сезінесіздер. Бұл әдіс сондай-ақ көз айналасындағы әжімдерді тегістейді, ісіну және қабақтың қызаруын азайтады. Аскөкті кептіріп, жағып, күлін жазылмай жүрген жараға сепсе, ол тез жазылады. Ұрық дәнін ұнтақтап, ауызға салып сорып жүрсе, ыстықты қолма-қол қияды. Оның ұрық дәнінен қоса кептірілген сабағының ұнтағынан 2 ас қасық салып, жарты литр суға қайнатып ішсе, ішті жүргізіп асқазанды ішекті тазалайды. Қарапайым тұнба. 1 ас қасық кептірілген аскөкті жарты литр суға салып, 1 сағат тұндырамыз. Дәрі дайын. Бұл тұнбаны жарты стақаннан күніне 3 рет ішу қажет. Бұл тұнба асқазан, ішек ауруларында пайдалы. Диарея, іштің қатуы, запор сынды ауруларды да емдейді. Жас аналарға аскөкті көп тұтыну өте пайдалы және психологиялық аурулар кезінде де таптырмайтын құрал. Аскөктің денсаулыққа пайдасы өте көп. Аскөктің ұнтақталған дәнінен 1 шай қасықты 1 стақан қайнап тұрған суға салып, жабық ыдыста 1 сағат бұқтырады. Үш жүрмей қатып қалған кезде, осыдан әр жолы 2 ас қасықтан күніне 3-4 рет ішеді. Аталған ауруға арпа және аскөк тұқымынан алып, ұнтақтап, оған алояның кептірілген қабығынан қосып, соның 1 шай қасығын 1 стақан қайнап тұрған суға салып, жарты сағат жабық ыдыста бұқтырады. Осыны 1 ас қасықтан ас алдында күніне 3 рет ішетін болса, ішек жұмысын реттейді. Зәр жүрмей бөгеліп қалса, ұнтақталған аскөк тұқымынан 2 ас қасықты, ырғай тамырынан ұнтақталған 3 ас қасықты, жантақтың шөбінен 1 ас қасықты, алояның құрғатылып ұнтақталған жапырақ үгіндісінен 1 ас қасықты араластырып алады. Осыдан 1 ас қасықты 300 грамм қайнап тұрған суға салып, жабық ыдыста жарты сағат ұстайды. Осыдан 1 ас қасықты 3 күн бойы 3 реттен ішеді. Бір емделу барысы 15 күн. Адамның ұйқысы қашып, көңіл күйі бұзылған кезде 1 стакан аскөк тұқымын ұнтақтап, оған 2 ас қасық ұнтақталған шүйгін шөп тамырын қосады да, жарты литр таза кагор шарабына салып 20 минут ақырын қайнатады. Осына 2 сағат бұқтырып қойып, жатыр алдында сүзіп, 50 граммнан ішеді. Бір емделу барысы 7 күн. Өт пен бүйрекке тас байланған кезде 2 ас қасық аскөк шөбін жапырақтарын ұнтақтап, 500 грамм қайнап тұрған су құйып, су моншасында тағы да 20-30 минут ұстайды. Осыны бұқтырып, салқындаған соң жылыдай ас алдында 3-4-ке бөліп ішеді. Бір емделу барысы 21 күн. Зәр жолдарының ауруына, зәр бөгеліп, жолдары ашып ауырған кезде 1 ас қасық аскөк тұқымын 1 стақан қайнап тұрған суға 20-30 минут жабық ыдыста бұқтырып қояды. Сүзіп, 1 ас қасықтан күніне 5-6 рет ішеді. Қан қысымының өзгеруіне 1 ас қасық ұнтақталған шөбін 250 грамм қайнап тұрған суына салып, 30 минут бұқтырады. Осыны астан бұрын жарты стақаннан ішіп, 10 күнге жалғастыруға болады. Аллергиядан тері бүлініп қотырланғанда, аскөк шырыны мен шөбін суға қайнатып алып екеуін қосады. Міне, осы қайнатылған суды қотыр үстінен компресс жасауға болады. Көздің көру қабілеті нашарлап, үстіңгі қабатына жұқа қабат өсіп шыққан кезде, аскөк шырынына таза дәкені батырып, көзге компресс жасайды. Дене күйіп қалған кезде, аскөк шырыны мен шөбінің қайнатындысын жылдай компресс жасауға болады. Міне, аскөктің біршама денсаулыққа пайдалы жақтары сіздерге айтылды. Әрине, дәрігермен кеңескендеріңіз жөн. Сондықтан да
Қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.